Халықаралық валюта қоры жарғысының 4-ші бабына сәйкес, Халықаралық валюта қоры мүше мемлекеттердің мемлекеттік органдары мен макроэкономикалық саясат, қаржы секторының тұрақтылығы және жалпы экономикалық жағдайлар мәселелері бойынша тұрақты негізде консультациялар жүргізеді. Ағымдағы жылы Халықаралық валюта қорының миссиясы 6 және 19 қараша аралығында Қазақстан Республикасына сапар жасап, үкіметпен, Қазақстан ұлттық банкімен, сондай-ақ қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігімен кездесулер өткізді. Агенттікпен кездесу 7 қараша күні өтті. Оның барысында қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету, банктік реттеу, қадағалау практикасы және қаржы секторында жүзеге асырылып жатқан реформалар мәселелері талқыланды. Сапар қорытындысы бойынша Халықаралық валюта қоры миссиясы қорытынды есеп жариялады. Онда халықаралық қаржы ұйымы сарапшыларының ағымдағы экономикалық жағдайына, қаржы секторының жай-күйіне және негізгі тәуекелдер мен экономикалық саясаттың басымдықтарына қатысты көзқарасы, сондай-ақ халықаралық тәжірибе мен үздік практикаларға негізделген ұсынымдар көрініс тапты.